1571 жыл. Иван Грознийдің өзін Мәскеуден қуып шығып, қаланы түбірімен өртеп жіберген Дәулеткерей өз еліне қайтып оралды. Иван Грознийдің өзін қуып жіберіп, Мәскеуді өртеген бұл қандай халық? Мұны білу үшін тарихты басынан бастайық. Қырым татарлары немесе Қырым хандығы. Бұл аумақ бір кездері атақты грек өркениетінің ең батыстағы аймағы болған. Кейіннен түрік халықтары келіп қоныстанды. Қырым сөзінің өзі тақыр жер деген мағынаны білдіреді екен. Қырым хандары өздерін ұлы орданың, ұлы даланың және Қырымның ханы деп атады. Осындай үлкен лауазымды иеленген Қырым хандары жалғыз Мәскеу елімен ғана емес, Литва князьдіктері, Польша, Осман империясы, өзінің шығысында Қазан, үлкен ұлыс саналатын Алтын Орданың мұрагері үлкен Ордамен, Астрахан хандармен, Кавказбен соғысып отырды. Түрік қағанатының кезінде бұл аумақтарда түрік халықтары қоныстанды және түрік қағанатының ең батыстағы аймағы саналды. Кейіннен Дешті Қыпшақтың құрамында болып, бұл аумақтарда хан билігі жүріп тұрған болатын. Бірақ осы кездері Қырым түбегінде жалғыз көшпелі ордалар ғана емес, отырықшы, өздері қала өркениетіне бейімделген генуялық көпестердің шағын факториялары пайда болды. Бұл қалалық өркениет болатын. Кейіннен Моңғол татар шапқыншылығының кезінде, яғни Алтын Орданың дәуірінде Қырым аймағы Алтын Орданың ең негізгі бөлігі саналды. Яғни Қара теңізге шығатын жағалаулардың барлығында осы Қырым аймағы арқылы өтті. Кафа базары шығыс аймақта кеңінен мәлім болды. Шамамен 15 ғасырға қарай 14 ғасырдың соңында Алтын Орда мемлекеті бірнеше ұлыстарға бөлініп кетті. Оның ішінде Алтын Орданың негізгі мұрагерлері Қазан хандығы, Астрахан және Әбілхайыр немесе Ақ Орда ұлысы және батыстағы осы Қырым хандығы. 1441 жылы Қажы Герей түпкілікті түрде осы Қырым мемлекетінің тағына отырған болатын. Қырым мемлекеті бұл ханның кезінде өзінің аумақтық шекарасын белгіледі және айналасындағы аумақтарды өз мемлекетінің құрамына қосып алды. Қырым мемлекеті бірде Литва князьдері, яғни кезінде Тоқтамысқа көмек көрсеткен князь Витовтың әскеріне және Мәскеу мемлекетіне оңтүстіктегі Осман елімен де өзара байланыста болды. Қырымның осы ең алғашқы билеушісі Қажы Герей ханның кезінде Қырым мемлекеті тәуелсіз түрде саясат жүргізді. Әрине, Алтын Орданың құрамындағы ең үлкен ұлыстардың бірі болды. Әрі Қырым мемлекетінің әскери жүйесі де мықты болатын. Бірақ Қырымның ең алғашқы ханы Қажы Герей хан 1466 жылы дүниеден өтті. Міне, осы ханы дүниеден өткеннен кейін арада шамамен 20 жылдай уақыттың ішінде Қырым мемлекеті Осман империясының тәуелсіздіктегі еліне айналды, яғни Осман империясының вассалына айналған болатын. Бұл тарих қандай болған еді? 1453 жылы Стамбул қаласы немесе бұрынғы Константинополь қаласы құлап, енді Осман империясы өзінің аумақтық шекарасын бекітті. Яғни Византия империясы мұнымен тоқтап қалмады. Әдетте біз Византия елінің астанасы болған осы Константинополь құлағаннан кейін мемлекет жойылды дейміз, бірақ бұл кездері Византия елінің шамалы қалдықтары әлі де болса өмір сүріп жатқан еді. Оған Генуяның колонияларын және
феодоры князьдіктерін айтуға болады. Яғни бұлардың барлығы Қырымның оңтүстік бөлігіндегі шағын қалалар болатын. Олардың көбісінде еуропалықтар, яғни гректер, аландар және басқа да халықтар қоныстанды. Көбінесе қалалық өмір салтын ұстанатын халықтар қоныстанған болатын. Міне осы кездері 1475 жылы Осман империясының әскері енді Қырымның оңтүстігіндегі генуялық шағын колонияларға шабуылды бастады. Яғни бұл колонияларды басып алып, шамамен 200 мыңға жуық халқы бар аумаққа ие болған еді. Осыдан кейін шамамен 1580 жылы Қырым елі сөз жүзінде емес, іс жүзінде де Осман империясының вассалына айналды. Яғни Осман империясының бір бөлігі болды. Солтүстік аймақтағы бір аймағына айналды. Мысалы, жоңғар мемлекеті жойылғаннан кейін Қытай мемлекеті, яғни Цин патшалығы оның орнына Шыңжаң аймағын құратын болса, енді Қырым мемлекеті осындай Осман империясының бір бөлігіне айналған болатын. Бірақ бұл жерде бір айырмашылық бар. Қырым хандығы жойылып кетпеді жоңғарлар сияқты. Олар өз тәуелсіздіктерін сақтап қалмағанымен, олар іс жүзінде болсын өзінің хандарын және өзінің билеушілерін тағайындауға ықпал етіп отырды және Мәскеу мемлекетімен соғысты жалғастырды. Тек Мәскеу мемлекеті ғана емес, Литва князьдіктері, Польша елімен де үнемі соғыста болды. Шамамен 1584 жылы Қырымның ханы Мехмет II Герей Осман сұлтанның бағынбағаннан кейін оны хан деп мойындамады, яғни Стамбул сарайы. Қырым мемлекеті бұл кездері Алтын Орданың шағын бөліктері болып отырған Қазан хандығы, Астрахан хандығы және Үлкен Орданың аумақтарына үнемі шапқыншылық жорықтар жасап отырды. Осы шапқыншылықтардың нәтижесінде, яғни Алтын Орданың ең соңғы мұрагерлерінің бірі болып есептелетін Ахмет ханның енді ғана күшейіп келе жатқан Мәскеу мемлекетімен шайқастағы сәтсіздіктерінен кейін, енді Алтын Орданың бір мұрагері ретінде Қырым елінің ханы өз қолына билікті алды. Осылайша Ахмет ханның мұрагерлерін және оның аймақтарын өз мемлекетінің құрамына қосып алды. Осымен Алтын Орданың тарихы аяқталды деп айтуға болады. Енді жекелеген хандар өз биліктерін жүргізе бастады. Бірақ осыны пайдаланған солтүстіктегі Мәскеу елі одан әрі күшейе бастады. Ол 1552 жылы Иван Грозныйдың бастауымен Қазан қаласын басып алып, Қазан хандығы өзінің өмір сүруін тоқтатқан болатын. Арада аздаған жылдар өткеннен кейін 1556 жылы Астрахан қаласы да Мәскеу мемлекетінің құрамына өтті. Осылайша Алтын Орданың бір кездердегі шашырап жатқан аумақтары енді Мәскеу мемлекетінің қолына өте бастады. Алайда Қырымның хандары Мәскеу мемлекетінің бұл саясатымен келісе қоймады. Бұл уақыттары әрине Алтын Орданың бұрынғы мұрагерлері, түркітектес халықтардың өзара бірлігі болмады. Мұны ашық түрде айтуымыз керек. Себебі әр хан өз билігі үшін күресті және бір орталыққа бағынған мемлекеттің болғанын қаламады. Осылайша Қырымның ханы енді Мәскеудің өзімен күресті бастады. Бұған өзінің демеушісі болып отырған, яғни әскери түрде және экономикалық түрде қолдау білдіріп отырған Осман сұлтандары көмектесіп отырды. Осылайша Түркия елі, яғни Осман империясы, солтүстіктегі Қырым елі арқылы Мәскеу мемлекетімен күресті бастаған болатын. Осының нәтижесінде бірнеше рет Мәскеуге дейін шапқыншылықтар болды. 1571 жылы осы шапқыншылықтардың нәтижесінде Қырымның ханы Дәулеткерей 40 мыңдық әскермен Мәскеу елінің жүрегі саналатын Мәскеу қаласына басып кірді. Ал сол кездердегі Мәскеудің билігінде болған, яғни Мәскеу елінің ең мықты билеушісі Иван Грозныйдың өзі Мәскеу қаласын тастап қашып кетті. Бұл кездері Иван Грозныйдың әскері де сонымен бірге кеткен болатын.
Ал Дәулеткерей болса Мәскеу қаласын түбірімен өртеп жіберді. Осыдан кейін ол тақты алған деген әскери лауазымды немесе атақты иеленген болатын. Бұл соғыстардың барлығының нәтижесінде Қырымның хандары бұрын қолдан шығып кеткен Қазан мен Астрахан жерлерінің тәуелсіздігін қайтадан қалпына келтіруге тырысты. Бірақ одан кейін болған Мәскеумен соғыстардағы жеңілістер бұл ұмтылысты болғызбай тастады. Яғни Қырым хандарының бұл күресі сәтсіз аяқталды деп айтуға болады. Қырым хандарының өзара таққа таласуы мемлекетті одан әрі әлсірете бастады. Осылайша мемлекет экономикалық және саяси түрде дағдарысқа ұшырады. Мұның соңында Ресей мен Түркия, яғни Осман империясы арасындағы соғыстардың негізгі алаңына осы Қырым жері айналған болатын. Бұл үлкен қалаларды күйретіп, яғни атақты Бақшасарай қаласы, ескі Қырым, Қырық-ер деген қалалары осы соғыстардың нәтижесінде күйреген болатын. Осының нәтижесінде 1783 жылы Шахин Герей хан Қырымның соңғы ханы ретінде тақтан бас тартты. Соның артынша Ресей елінің патшайымы Екатерина II манифест шығарып, Қырым елі енді Осман империясының емес, Ресей империясының аймағына айналған болатын. Қалай дегенмен де Қырым мемлекеті бір дәуірлерде өзінің әскери қуаттылығымен, тіпті Мәскеу елінің атақты билеушісі Иван Грозныйдың өзін Мәскеуден қуып шығып, қаланы өртеп жібергені бұл әскери істегі ең үздік саналады. Сонымен қатар Қырым мемлекеті Алтын Орда мұрагерлерінің ішіндегі ең көп билікті ұстап тұрған патшалық, яғни хандық ретінде де тарихтан көруге болады. Бір дәуірлерде Қырым елі сонау түрік халықтарының ең батыстағы аймағы саналып, Дешті Қыпшақтың кезінде өз қуаттылығына жетіп, ал Алтын Орданың тұсында бір аймағына айналған ол енді үлкен хандық дәрежедегі мемлекетке айналды және өзінің көршілерімен дипломатиялық байланыс жасап отырды. Қырымның әскері тіпті Еуропа жерінде ең мықты әскер саналды. Ол Еуропа жорықтарына да қатысып отырды. Қырым хандығының тарихы осындай.